Мамандардың айтуынша, дұрыс тұтынған жағдайда алмұрт салмақ түсіруге, обыр, гипертония, сусақ, жүрек ауруы тәуекелдерін төмендетуге ықпал етеді. Бір алмұртта 101 калория, 21 грамм көмірсу, 1 грамм ақ уыз бар. Бұл күндік қажеттілікте С дәруменінің 12%, К дәруменінің 10%, калийдің 6%-ын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ оның құрамында кальций, темір, магний, рибофлавин, В6 дәрумені және фолатты табуға болады. Алмұрттың нәрлілігін естен шығаруға болмайды. Ол ас қорыту жүйесін жақсартады, иммундық жүйені реттейді, салмақ түсіреді, нәрлілік жүрек қан тамырларының жүйесін жақсартады. Қантты реттеп, денеден улы заттарды шығарады. Оның шырындылығы 84% су. Барлық жүйенің жақсы жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Ғалымдардың айтуынша, алмұрттың адам денсаулығына тигізер пайдасы өте көп. Біз ойлағандан да мол. Мәселен, серб дәрігерлерінің магазин новости басылымына берген сұхбатында алмұрттың мынадай пайдалы жақтарын айтады. Алмұрт қандағы холестерин мен қанттың деңгейін түсіруге көмектеседі. Сол арқылы қан қысымын реттейді. Бұл жемістің құрамында С дәрумені мол болады. Ал С дәрумені ағзадағы жасушаның бөлінуін болдырмайды. Бұл жағынан келгенде алмұрттың пайдасы балдың тигізер пайдасымен бірдей. Дәрігердің туберкулезбен ауырған, тыныс жолдары ауруларына шалдыққан адамдарға алмұрт жеуге кеңес беретіні содан. Алмұрттың құрамында жасұнық мол болады. Ал жасұнық ас қорыту мен ішек жұмысын жақсартуға септігін тигізеді. Алмұртты күнде жеуді әдетке айналдырған адам қан қысымы, гипертензия, семіздік, қанттың көбейіп кетуі, қант диабеті сынды аурулардан аман болады деседі мамандар. Алмұрттың жемісінде қант, пектин, илік, бояу заттар, алма және лимон қышқылдары, В1, С витаминдері бар. Бұл заттар адам тіршілігіне және организмдегі зат алмасу процесін жақсартуға өте қажетті. Алмұрт жемісін қайнатқан суды асқазан ауруын емдеуге, бүйрегі ауырған адамға зәр жүргізу үшін ішкізуге болады. Сонымен қатар, ол дене қызуы көтерілгенде де шипалы. 100 грамм мөлшерінде 2-3 рет ішкеннен кейін одан терлеп температурасы төмендейді. Алмұрт жемісін шикі жас күйінше кептірілген, консервленген күйінде пайдалануға болады. Алмұрт жемісінен компот, жем, пастила, квас, пюре, компот, шай, кофе, жеміс, сірке суын жасауға болады. Басқа жемістермен салыстырғанда алмұртта мырыш, бал, ваннадий, молибден, никель, фтор, йод секілді пайдалы элементтер өте көп. Оның жазғы сорты марганецке, ал қысқы сорты темірге бай. Үнді ғалымдары алмұрттың жас жапырақтарында фенол болатынын айтады. Бағзы замандарда бұл жапырақты жұлып, саңырауқұлақ ауруларының тері қабынуының алдын алған. Алмұрттың жапырақтарын барлық елде тершеңдікке қарсы қолданады. Алмұрт шырыны аптап ыстықта шөліңізді қандырады және дене температурасын тұрақты ұстайды. Бұл жеміс күйзелісті жеңіп, көңіл күйіңізді көтереді және жүрек қағысын жақсартып, ас қорыту жолдарын тазалайды. Кептірілген алмұрттар семіруден сақтап, қант диабеті, цистит, бүйрек ауруларының алдын алады. Ол үшін күніне жарты стақаннан 4 рет ішіп тұруыңыз керек. Іш өтіп ауырған кезде алмұрт кеселі өте пайдалы. Оны әуелі жинап, кептіріп, қағазға сақтап, салқын жерде ұстаған дұрыс. Алмұрт қайнатпасы және шырыны бүйректегі тастан құтылуға көмектеседі. Оны күнделікті уақытымен пайдаланып, тастан бір жола құтылуға болады. Алмұрт мыңдаған жылдар бойы халықтық медицинада простатитке қарсы қолданды.